Армысыз, Астана Алаштың ғана емес, жаһандық геосаясатта өзіндік орны мен ықпалы бар шаһар. Елдің, тіпті Еуразиян кіндігінде орналасқан елордамен бұл күнде жер жаһанда санаспайтын мемлекет кемде-кем. Орталық Азия, Түркі әлемі мен ТМД төңірегінде көшбасшы елге айналған Қазақстанның астанасында осыған дейін де талай халықаралық саммиттер мен әлемдік басшылардың келелі кеңесі өтті. Ал осы апта сондай алқалы жиындардың бірі Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшылар кеңесінің кезекті отырысы тағы Астана төрінде өтті. Алғашында Шанхай бестігі болып құрылған ұйымға қазір 9 мемлекет мүше. 1996 жылы іргесі қаланған осы бестікке 2000 жылы Өзбекстан, 2017 жылы Үндістан мен Пәкістан, ал былтыр Иран Ислам Республикасы мүше болып кірді. Әрі дүниедегі 3 миллиард тұрғынның басын қосқан ұйымға 3 мемлекет – Ауғанстан, Монғолия, Беларусь бақылаушы елдері. Ұйымның екі құрылымы бар. Бірі Бейжіңде орналасқан ұйымның хатшылығы және екіншісі аумақтық антитеррорлық құрылым. Штаб пәтері Ташкентте. Міне, осындай атақ абыройынан ат үркетін осы ұйымға біздің ел төрағалық етті. Тізгін алып төрге шыққан бір жылдың ішінде Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің қатысуымен 100-ден аса түрлі деңгейдегі шара ұйымдастырды. Қазақстан биыл 6 халықаралық ұйымға төрағалық етеді. Оның ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымы да бар. Қазір ұйымға 9 мемлекет мүше. Бұл дегеніңіз жер шары халқының тең жартысы. Сондай-ақ әлемдік жалпы ішкі өнімнің 4-тен бірі және жаһандық сауда-саттықтың 15% осы мемлекеттерге тиесілі. Қазақстан төрағалық аясында цифрлық, туристік және энергетикалық салалар бойынша бірқатар маңызды форумдар өткізді. Завершается работа над проектом. Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерінің киелі орындары жобасы аясында жүргізілген жұмыстар аяқталып келеді. Біздің бастамамызбен 2024 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымында экология жылы болып жарияланды. Қазақстан үкіметі энергетика, көлік және мәдениет салаларында қосымша бірқатар айтулы шараға дайындық жұмыстарын жалғастыруда. Әрине, Шанхай ынтымақтастығы ұйымының алдағы Астана саммитіне баса назар аударамыз. Жаһанда тұрақсыздық белең алған шақта 5 саусақтай бірікпей іс берекелі болмайды. Сондықтан барлық тараптың мүддесі ескерілуге тиіс. Қазақстанның да мақсаты сол, араздасқанды татуластырып, алыстағанды жақындату. Өз сөзінде президент те бүкіл адамзат үшін бейбіт және үйлесімді даму мұраттары мен құндылықтарын ұжым болып ілгерілететін уақыт келді деді. Именно поэтому Казахстан предложил выработать. Сондықтан Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының әділетті әлеммен келісімді жасайтын дүниежүзілік бірлік туралы бастамасын әзірлеуді ұсынды. Осы құжаттың сондай-ақ алдағы саммит барысында Шанхай ынтымақтастық ұйымының Астана декларациясының қабылдануы. Біздің көзқарасымыз бойынша әлемнің түрлі өңірлеріндегі қақтығыстарды реттеу үшін халықаралық күш-жігерді біріктіруге ықпал етеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымын одан әрі реформалау ісіне ерекше мән беру қажет. Терроризм, сепаратизм және экстремизм төрткүл дүниеге қауіп төндіріп тұрған үш зұлым. Қасым-Жомарт Тоқаев оларға қарсы күрес ұйымның тұрақты назарында болуға тиіс деп атап өтті. В свою очередь, завершение работы. Өз кезегінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының есірткіге қарсы стратегиясы бойынша жұмыстың аяқталуы, терроризмді қаржыландыру арналарын бұғаттауды қоса алғанда, есірткі қаупіне қарсы күресу үшін өзара қабылданып жатқан шараларды күшейте түседі. Осы жетістіктердің барлығы ұйым кеңістігінде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі келісілген және нақты шаралардың айқын дәлелі. Ауғанстандағы ахуал да алаңдатып отыр. Мемлекет басшысы бұл елде ұзақ мерзімді тұрақтылыққа жағдай жасау үшін күш біріктіруге шақырды. Қазақстан тарапы Алматыда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының өңірлік орталығын құруды ұсынды. Күн тәртібінде тұрған тағы бір күрмеулі мәселе климаттың өзгеруі. Шұғыл шаралар қабылданбаса, жер жүзінде табиғи апаттар жиілеп кетті. Президент ұйымның аталған проблемамен күресу тәсілдерін жаңарту қажет деп санайды. Бұл ұсыныстар сыртқы істер министрлерінің тарапынан қолдау тауып, төрағалық аясында Қазақстанның атқарған жұмысына жоғары баға берілді. Прежде всего, господин президент, позвольте передать вам приветы и наилучшие. Президент мырза, сізге алғыс айтқым келеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгіні ең маңызды және шешуші сәтте, яғни мемлекет басшыларының кеңесі алдында берілді. Және Қазақстанның өзекті мәселелерді шешу, ұйымның беделін арттыру бойынша ұсынып отырған бастамаларын қолдаймыз. Қазақстан президентінің басшылығымен төрағалық аясында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Қытай Халық Республикасы төрағасы сіздермен бірге Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысуға ниетті. Жаһандағы геосаяси жағдайларға байланысты туындаған мәселелерді бірігіп шешу керек. Бұл ретте ұйым өзінің рөлін көрсетуі тиіс. Айта кетейік, Шанхай ынтымақтастық ұйымының осы аптада өткен Астана саммиті көп жақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу деген атаумен өтті.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық беделі қашанда жоғары. Бүгінде табысты әрі көп жақты ұйымға айналып қана қоймай, саяси ықпалы күшті, экономикалық мүмкіндігі мол және орасан зор адами ресурсқа ие Шанхай ынтымақтастық ұйымы адамзатқа төнген түрлі заманауи сын-қатерлерді еш қиындықсыз еңсеруге мүмкіндігі бар. Ендеше ұйымның әлеуеті алдағы кезеңдерде қалай дамымақ деген сауалды біз бүгін халықаралық сарапшыға қоямыз. Жұмабек Сарабек бүгін студияда. Қош келдіңіз. Рахмет. Жұмабек мырза, сонымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы 9-дығына күні кеше Астана саммитінде 10-шы болып Беларусь мемлекеті кірді. Беларусь мемлекетінің мүше болып енуі осы 10-дықтың саяси салмағын қаншалықты арттырады деп ойлайсыз? Бұл жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымының әлеуетін одан әрі күшейтуге бір өзінің әсерін тигізеді. Бүгіннің өзінде мысалы Шанхай ынтымақтастық ұйымы Еуразиядағы ең ірі ұйымдардың бірі, себебі егер халық санын есептесек, жалпы әлемдегі адамзаттың жартысына жуығы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымында шоғырланған. Одан бөлек әлемдік экономиканың 25%-ына жуығы осы шоспен байланысты. Сондықтан ұйымға жаңа мүшенің қосылуы 10-дықтың бұл мүмкіндіктерді арттырады, бірақ бұл жердегі басты мәселе осы қолда бар мүмкіндіктерді, яғни шос әлеуеті бойынша ең ірі ұйымдардың бірі, бірақ бұл әлеует көп жағдайда игерілмеген. Яғни бір қолда бар мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін, әсіресе экономика саласында. Осы бағытта жаңа қадамдар керек, және Астанада өткен саммит осы бағытта өзіндік бір шешімдер қабылдады. Яғни бұл жерде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, одан кейін жалпы шостың экономикалық стратегиясын жеделдете жүзеге асыру, осы мәселелер бойынша менше көптеген жақсы сұрақтар қарастырылды. Беларусь мемлекеті неге ендігі уақытта ғана кіріп отыр? Неге осы кезеңде ғана, қалай ойлайсыз? Себебі Шанхай ынтымақтастық ұйымы негізі құрылған кезінде ол тек қана Орталық Азияның төңірегінде жұмыс жасайтын ұйым болған. Яғни кезінде осы Шанхай бестігі Орталық Азия мен Қытай, Ресей арасындағы территориялық мәселелерді шешуге негізделген, шешуге бағытталған ұйым ретінде қалыптасқан, бірақ уақыт өте келе Шанхайдың географиясы кеңейді, яғни Үндістан мен Пәкістан қосылды, одан кейін Иран қосылды, қазір Белоруссия. Себебі жаңа ойыншылар осы Шанхай ынтымақтастық ұйымында бір өзіне жаңа мүмкіндіктер көріп отыр. Және Белоруссияның қосылуы ол Шанхай ынтымақтастық ұйымының Орталық Азия немесе Оңтүстік Азиядан бөлек еуропалық бағытты да өзіне қосып отырғанын көрсетеді. Түсінікті. Мынау қазіргі әлемдегі геосаяси шиеленістерді көріп отырмыз. Сауда интеграциялық шиеленістер бар. Осындай заманауи сын-қатерлерді еңсеруде ұйым қаншалықты қауқарлы деп ойлайсыз? Шанхай ынтымақтастық ұйымының ең бір нәтижелі бағыты, жұмыс бағыты ол қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Оның ішінде терроризммен күрес, терроризм, экстремизм, діни экстремизм және сепаратизм. Осы бағыттар бойынша әріптестік барынша дамыған. Одан бөлек қазіргі таңда қауіпсіздік саласында жаңа мәселелер пайда болып отыр. Мысалға, гуманитарлық саладағы, яғни төтенше жағдайлармен күрес. Себебі біз аймақта барлық мемлекет жаһандық климаттың өзгеруіне байланысты төтенше жағдайларға тап болып отыр. Мысалға, алысқа кетіп керек емес, Қазақстанның өзі. Біз мысалға биылғы су тасқындары бұл соңғы 80 жылдың ішінде ең ірі су тасқындары. Осындай мәселелермен Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшелері бір-біріне көмек қолын соза алады. Осы бағытта әріптестік керек. Одан кейін жалпы жаңа айтып кеткен экономикалық салада. Себебі ұйымға Еуразиядағы ең ірі экономикалар мүше, бірақ әлі күнге дейін шостың аясында жүзеге асырылған жобалар аз, өте аз. Және осы бағытта біз себебі Қазақстан сияқты біз орта деңгейдегі ойыншылармыз, ірі державалар бар, біз орта деңгейдегі ойыншылармыз. Қазақстан сияқты мемлекеттерге шостың бір геосаяси әскери блокқа айналғаны біз оған мүдделі емеспіз. Себебі геосаяси блокқа айналған жағдайда онда біз осы күресуші тараптардың біреуін таңдағандай боламыз. Бізге керісінше, бізге шостың барынша экономикалық ұйым ретінде. Яғни біздің
экономикалық мүмкіндіктерімізді арттыратын бір ұйым ретінде. Және бұл жерде инвестициялық қарым-қатынастардан бөлек транспорттық байланыстар. Себебі қайталап айтам, ШОС өзінің географиялық аумағы бойынша Еуразияның 65% осы ШОСқа тиесілі. Және осы үлкен кеңістікте транзиттік дәліздерді дамыту керек. Себебі ол барлығына пайдалы, ешқандай геосаяси қақтығыстар туғызбау керек. Яғни біз осы конструктивті бағытта Астана ШОСтың дамығанын қалайды. Соңғы сауал. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер енді басқа да көптеген ұйымдарға мүше әрі серіктес екенін білеміз. Енді осы бір ынтымақ арқылы әлемде көп полярлы тұрақтылықты қалыптастыруға бола ма? Өте қызық сұрақ. Себебі біз қазір көріп отырмыз, әлемде көп полярлы жүйе қалыптасып жатыр. Бірақ бұл жүйенің ережелері қандай болмақ? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, көп полярлы жүйе ол қаншалықты қауіпсіздік саласында қауіпсіздік қаншалықты көбірек болады. Себебі кезінде биполярлы жүйе аясында, мысалы кеңес үкіметімен, кеңес одағы мен Америка құрама штаттары екі ірі ойыншы халықаралық жүйедегі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырды. Бірақ бұл жүйе жойылды биполярлы. Одан кейін бір полярлы жүйе пайда болды. Бірақ бұның қазір барлығы жоқ болып жатыр. Бірақ қайталап айтам, көп полярлы жүйедегі ең басты мәселе ол қауіпсіздік деңгейінің бір жеткілікті деңгейде болуы. Себебі көп полярлылық дегеніміз ол әрбір ойыншы өзінің мүддесін қамтамасыз етеді. Яғни бұл жерде дауыстар көбірек. Бұл әрине бұл тұрғыда көп полярлы жүйенің қалыптасуына ШОСтың өзінің бір ықпалы болады. Себебі қайталап айтам, бұл ұйымға Еуразиядағы ең ірі ойыншылар мүше. Бүгіннің өзінде 10 мемлекет бар. Сондықтан тек қана ШОС емес, әрине басқа да ұйымдар бар. Ең алдымен Біріккен ұлттар ұйымы. Одан кейін БРИКС сияқты ірі ойыншылар бар. Осы ірі платформалардың концерті деп айтсақ болады. Осы бағытта меніңше халықаралық жүйе әрі қарай дами береді. Рахмет, ұйым туралы біраз мәлімет алдық, жұмыс туралы, қызмет туралы. Студиямызға келгеніңізге алғыс айтамыз. Бізбе студияда болған халықаралық сарапшы Жұмабек Сарабек. Біздің ел Шанхай ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен бір жылда бар күш-жігерін төмендегідей бағыттардағы ықпалдастықты күшейтуге арнады. Алдымен Шанхай ынтымақтастық ұйымын жетілдіре отырып, тиімді платформаға айналдырды. Ұйым кеңістігінде қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері бойынша әлеуетті нығайтты. Экономика және сауда саласындағы байланыстарды тереңдетті. Мәдени гуманитарлық саладағы ынтымақты арттырды. Ал Астана саммитінде ұйымға мүше елдер алдағы жылдары атқаратын жұмыс жоспарларының жай-жапсарын жан-жақты тағы бір пысықтап өтті. Ол туралы алдағы репортажда. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне келген мемлекет басшыларын Қасым-Жомарт Тоқаев жеке-жеке қарсы алды. Одан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттер басшылары атқарылған жұмыстар мен алда тұрған міндеттерді пысықтады. Отырыс басталарда делегация басшылары Белоруссияны ұйымға қабылдау және оған Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекет мәртебесін беру туралы шешімге қол қойды. Нашего членства происходит во время председательства. Біздің мүшелік өтуіміз өте жақын достарымыздың қазақстандық тараптың төрағалығы кезінде болғаны өте қуантады. Әрине, біз Беларусь тарапынан ұйымды дамытуға атсалысамыз. Бізді қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты күшейту, көлік дәліздерін, сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселесі толғандырады. Саяси дипломатиялық байланыста біз үшін маңызды. Соңғы 3 жылда ұйымның мүшелері мен серіктестері көбейген. Қазір бас аяғы 26 мемлекет бар. Бұдан бөлек халықаралық ұйымдармен қарым-қатынасы нығайған. Бүгінгі кеңесте Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымның достық, тату көршілік, тең құқықтық негізінде жұмыс істейтін тиімді алаңға айналғанын атап өтті. Бірлестіктің абыройын арттыруда Қазақстанның қосқан үлесі қомақты. Мәселен, төрағалығы кезінде цифрлық даму, туризм, мәдениет, энергетика, бизнес және басқа да салаларды дамыту бағытында 150-ге жуық іс-шара өткізді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңістігінде 3 миллиардтан астам адам тұрады. Ұйымға экономикасы аса ірі және жылдам дамып келе жатқан мемлекеттер кіреді. Әлемдік жалпы ішкі өнімнің 1/3 осы елдерге тиесілі. Бұл біздің ұйымның орасан зор әлеуеті мен жаһандық рөлін айқын көрсетеді. Мүше мемлекеттердің дауысы мен мүдделері тең дәрежеде ескерілетін Шанхай ынтымақтастық ұйымы өзін бірегей алаң ретінде көрсетті. Дәл осындай мызғымас демократиялық негізге сүйенген ұзақ мерзімді ынтымақтастығымыз жаңа мазмұнмен толыға түсетін
жететініне сенімдімін. Ілкімді істермен ұйым көші ілгерілегенмен әлі де күресетін кесел көп. Қазір төрткүл дүниенің тыныштығын терроризм мен экстремизм бұзып тұр. Оған қарсы тұру, қауіптің жолын кесу Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізгі міндеті. Әскери саладағы сенім шаралар туралы келісімді әзірлеп қабылдайтын уақыт келді. Бұл ретте үш зұлым күшпен күрес мәселесі әрдайым жіті назарда болуға тиіс. Кибер қауіпсіздікті күшейту ұйымға мүше елдерге ортақ тағы бір маңызды міндет. Сонымен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердегі ақпараттық инфрақұрылымның тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін ұдайы ақпарат алмасуға, үздік тәсілдер мен озық тәжірибелерді қолдануға бағытталған арнайы механизм әзірлеу қажет. Арнайы механизм әлем экономикасына да аса қажет. Өйткені дүниежүзілік банктың мәліметінше биыл жаһандық экономиканың өсімі бәсеңдейді. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев сауда байланыстарын кеңейту керек деген ұсыныс айтты. Біздің ойымызша сауда-экономикалық кооперацияны кеңейту, капитал мен технологияның еркін қозғалысына жағдай жасау, климаттың сын-қатерлерімен күресу Шанхай ұйымының маңызды міндеттері. Өзара сауда-саттықтың артуы Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңістік үшін ортақ үдеріске айналып келеді. Мәселен, Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдерімен сауда көлемі өткен жылдың қорытындысы бойынша 6,5% өсті. Алыс-берісті арттыру үшін тиімді көлік байланыстар керек. Бұл бағытта ұйым мүшелерінің мүмкіндігі көп. Мәселен, бір белдеу бір жол мега жобасы, Транскаспий халықаралық көлік дәлізі және солтүстік-оңтүстік, орталық Азия, оңтүстік Азия бағыттарының әлеуеті толық пайдаланылмай отыр. Жұмыс нәтижесін еселеу үшін мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымын реформалау және жаңғырту қажеттігіне тоқталды. Кеңесте айтылған барлық ұсыныс Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше елдерге ортақ игі мақсаттарға қол жеткізетін жеткізді. Осылайша Астана төріндегі Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшыларының кезекті кеңесі табысты өтті. Саммиттің ең айтулы жаңалығы сол. Ұйымға мүше болып Беларусь мемлекеті кірді. Бұл ұйымға әлі де мүше болып кіруге мүдделі мемлекеттердің бары да рас. Демек, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаһандық саясат сахнасында салмағы болашақта қазіргіден де арта түсеріне сарапшыларда еш күмән келтірмесе керек. Жаңа кезең тәмам, амандық болсын.